Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге қазіргі таңда мастер-класстарда сатылып жүрген блинчиктердің рецептісін ұсынатын боламын. Жұп-жұқа және ажурный болып шығады. Қараңыздар, жұп-жұмсақ және жыртылмайды. Ең алдымен 4 жұмыртқамыздың үстіне 6 ас қасық қантымызды салып және 1 шай қасық тұзымызды салып, венчиктің көмегімен қантымыз бен тұзымыз екеуі жақсылап бір масса болғанша 2-3 минут араластырып аламыз. Одан кейін сүтімізді құямыз. Сүтіміз маңызды емес, бөлме температура болсын, холодильниктен алынған болсын жарай береді. Ас содасын салатын боламыз. Одан кейін ұнымызды алып, өлшеп алып, өзімізге керек мөлшерді осылайынан бөліп салып отырамыз. Ең бастысы арасында түйіршік қалмағанша жақсылап араластырып алыңыздар. Құрамының керек заттардың барлығын описаниеге қалдыратын боламын, сол жақтан оқып алсаңыздар болады. Мінекей қараңыздар, бізде осындай түйіршіксіз масса пайда болу керек. Одан кейін прям газден осы ғана қайнап тұрған суымызды алып, үстіне құйып жақсылап араластырамыз. Сол кезде бізде осындай сұйық масса пайда болады. Жақсылап араластырып алғаннан кейін шемішке майымызды құйып, тағы да жақсылап бір араластырып аламыз. Басында шемішке майымыз бетінде қалқып жүруі мүмкін, одан кейін жақсылап араласа келе барлығы бірігетін болады. 10-15 минутқа қойып, сосын барып пісірсеңіздер болады, немесе бірден бастап кетсеңіздер де болады. Мінекей қараңыздар, біздің блинчиктеріміз осылайынан жұп-жұқа болып піседі, және мен табаны майламаймын. Және оттарыңыз орташа отта тұрғаны жөн. Қараңыздар, қалай оп-оңай алынып жатыр, көрдіңіздер ма? Еще ажурный болып піседі. Мінекей арасына кез келген нәрсемен салып ұсынсаңыздар болады. Менің рецептім ұнады деген ойдамын. Егер менің рецептім ұнаса, маған лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және түсінбеген жерлеріңізді комментарийде сұрасаңыздар болады. Сау болыңыздар.